атындағы номер 3 жалпы орта білім беретін мектебі қаламыздағы 3 тілде білім беретін мектебіміздің бірі. Осы аталған білім ордасында мен Адырбекова Ләззат Нұрғалиқызы қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі қызметін атқарып келемін. Осы мамандықтың тізгінін ұстағаныма 30 жыл болды. Бүгінгі таңда талпынысқа толы 21 ғасыр талабына сай жаңашыл ұстаздардың бірімін. Сондай үлкен ұғымдағы ұстаздық қасиетке барынша адалдық танытып, бар ғұмырымды мектеп саласына арнап келемін. Бүгінгі таңда бізге, мұғалімдерге ең қажетті нәрсе заман талабына сай лайықты жаңа адамды қалыптастыру, тәрбиелеп өсіру. Елбасымыз бүкіл қоғамымызды топтастырып отырған мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін оқыту сапасын арттыру қажеттігіне ерекше назар аудару керек деген. Кез келген халықтың ұлттық қазынасы тілі болып табылады. Мен Ресей Федерациясы Оренбург облысы Гай қаласына туылғанмын. Бұл жерге келгеніме уже 8 жыл болды. Сол 8 жылдың ішінде қазақ тілін меңгеріп келе жатырмын. Өте әдемі, өте бай тіл болғаннан кейін үйрену қиын емес. Қазіргі таңда білім беру жүйесінің барлық сатыларының алдында тұрған көкейтесті мәселелердің бірі білім сапасын арттыру, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру. Менің мемлекеттік тілді меңгертудегі басты мақсатым оқушылардың ауызекі сөйлеу тілін дамыта отырып, қарым-қатынас жасауға мүмкіндік туғызу, өз ойын жеткізе алатын, кез келген адаммен тілдік қарым-қатынасқа түсе алатын азамат тәрбиелеу. Оқушылардың қазақ тіліне, салт-дәстүріне, мәдениетіне құрметін арттыру. Шәкірт саналы өмірдің ең басты кепілдігі, олардың қабілетін анықтап, жас бұлақтың көзін ашып, бағын жағу үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Осы мақсат міндеттерімнің нәтижесін көріп те отырмын. Осы күнгі талабым мен талғамыма сай келген дарынды шәкірттеріммен мақтанамын. Ұстаздың еңбегінің жемісі шәкіртінің жеңісімен көрінеді. Абайдың ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дегендей, ұстаз деген киелі мамандықты таңдауым өз мамандығымның шексіз сүюден болар. Міне, осы қызметті шын жүрегімен қаладым және қолымнан келгенше аянбақ емеспін.